Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге пельмен жасалу жолын көрсетемін. Бірінші нанымызды илеп аламыз. Оған мен жылы су мен тұзды суды араластырып, осыдан енді қамыр илеймін. Осы қамырымызды иіні қанғанша осылай басамыз. Қамыр илеп жатырмын, басып жатырмын. Енді осыны бөліктерге бөліп, осылай илеп алам. Дөңгелек қылдырып илеп аламыз. Илеп болған қамыры. Екінші қамырды осылай илейміз. Мына илеп қойған қамырларым. Енді осындай менде пельмен жасайтын ыдысым бар. Соның көмегімен осылай жасаймын. Жабысып қалмасқа мен ұн септім. Осы ыдысымды осылай қамырымды бетіне жайып аламын. Енді осыған фаршымды саламын тесіктеріне. Осы тесіктерінің бәрін осылай фаршпен толтырып аламыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жақсы шығады. Осылай бәрін толтырып аламыз. Міне толтырып болдым. Енді осының бетін осылай екінші қамыр нанымызбен беттестіремін. Бетіне аздап ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен осының бетін жаямыз. Осылай бәрін жайып аламыз. Формасы өзі сонда шығады. Артық нандарын алып тастаймыз.
Міне пельмен. Осыны газеттің бетіне шығарып аламыз. Міне жасаған пельмендерім. Жабысып қалмасқа араларын аршып қойып жатырмын. Енді екіншісін жасап көрсетемін сіздерге. Екіншісін де дәл солай жасаймыз. Тесіктеріне үстіп фаршымызды салып аламыз. Менде бұл майлы сиырдың фаршы. Тағы да осылай бәрін салып аламыз. Не салып болдым, бетін қайтадан тағы бір жабамыз. Ұн салып аламыз. Осыны оқтаудың көмегімен тағы да бетінен осылай басып шығамыз. Артық қалған қамырларын алып тастаймыз. Тағы салып алып жатырмын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, мені қолдап кетіңіздер. Мен сіздерге күнде видео салып тұрамын. Міне пельмен дайын. Ас болсын, рахмет баршаға.